Сәлемет пе, қымбатты оқырман. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, майсыз, уксуссыз әрі қысқа, оңай дайындалатын, қолжетімді қызанақтан, сарымсақ пен ащы бұрыштан тұратын огонек дайындаймыз. Міне қызанақтарымды әбден жуып, сүртіп, құрғатып алдым. Қызанақтың етті сорты огонекқа өте дәмді болады. Қызанақтарымыздың артық жерлерін алып, еттартқыштан өткізуге қолайлы етіп, турап аламыз. Көкөністердің мөлшерін төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Қымбатты оқырман, менің арнамда огонектің басқа да түрлері бар. Бұл огонекқа мен 2 кило қызанақ алдым және 2 түйір ащы бұрыш алып, шеттерін кесіп тастадым, ішіндегі дәнінен тазалап алдым. Ащы бұрышымызды бөлек блендермен турап алдым. Міне, қызанағымызға ащы бұрышымызды салып, әбден араластырамыз. Қазанымызға құйып, жай отта қайнатамыз. Жиі-жиі араластырып тұрамыз. Көбігін алып тұрамыз. Және 45 минутқа жай отқа қызанағымыздың астын қайнатамыз. 10 түйір сарымсақты алып, блендерден өткізіп аламын, турап аламын. Пияз турашпен тартып алдым мен. Міне суы тартылып, әдемі қайнап жатыр. Енді осы қызанағымызға 1 ас қасық тұз, ірі тұздан және 1 ас қасық қант салып, әбден араластырамыз. Жиі-жиі араластырып тұрамыз. Міне, огонегіміз қоюланыпты. Сарымсағымызды салдық. Әбден араластырып, тағы да 25 минутқа жай отқа қайнатамыз. Қымбатты оқырман, менің арнамның дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздер қай қаладан, қай ауылдан боласыздар? Есімдеріңізді жазып, танысып қоялық. Міне, 1 сағаттай қайнаған огонегімізді стерильденген банкамызға салып, қақпағында 10 минут ыстық суға салып, стерильдеп қойдым. Қызанақтарымызды, огонегімізді осылай құйып алып,
банкамызда жауып аламыз. Дәл осы рецептпен мен бірнеше литр огонекті қысқа дайындап алдым. Өте дәмді, әрі тез, әрі оңай жасалатын огонек. Енді ыстық күйінде біз банкаларымызды төңкеріп, бетін, үстін жылы орамалмен немесе одеялымен жауып, әбден суығанша жауып қоямыз. Міне өте дәмді нанмен жағып жеуге, немесе ыстық салқын тағаммен жеуге өте дәмді, қыста, көктемде витаминге толы огонегіміз дайын болды.